Арықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Аружан, және де қазір прочистка жасауды көрсететін боламын. Прочистка Deuce. Менде осындай Epson L800 дейтін принтер, L800, L805 екеуінің прочисткасы бірдей. Пускқа кіреміз. Параметры, устройство. Осы жерден принтеры и сканеры деген таңдап аласыздар. Одан кейін өзіңіздің принтеріңіздің атауын таңдайсыздар. Управление, настройка печати, сервис. Мына жерде проверка Deuce. Ең алдымен проверка жасап аламыз. Сосын проверка жасаған кезде қазір көрсетейін. Проверка. Так, включен и соединен с компьютером. Бізде бәрі осы қосылып тұр, печатьті басамыз. Проверка жасаған кезде мынандай полоскалар шығады. Если полоскалар анық осындай түстер, мынандай сызықсыз шығатын болса, яғни сізге прочистка керек емес. Ал егер де мынандай бөлек-бөлек жолақшалар шығатын болса, сіздерге прочистка жасау міндетті түрде. Қазір менің принтерім шығарып берді. Мұнда бөлек-бөлек жолақшалар шығарып тұр. Значит, маған прочистка жасау керек. Егер принтермен бәрі жақсы болатын болса, ол толық шығаруға дайын болатын болса, осындай анық шығатын болады. Мына жерге егер де сізге прочистка керек емес болса, готовын басасыз, прочистка жасау керек болса, прочистить деп басатын боласыз. Осындай анық жолақшалар шыққанша прочистка жасай бересіздер. Сіздермен бірге болған Аружан, сау болыңыздар.